Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздерге өзім кескен сабындардың қалдықтарынан не жасайтынымды көрсететін боламын. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен осылай сабындарды ыдысқа салып аламыз. Бұл жерде мен бір сабын шығатындай етіп, кішкентай көлемде ғана салдым, өзіме ыңғайлы болу үшін. Осылай су құйып, жақсылап сабындарды араластырамыз. Осылай араластыра отыра сабынның формасын жасап шығарамын. Бұл жерде өзіңіздің фантазияңыз жеткенше әртүрлі формада жасауға болады. Жүрек жасасаңыз да, домалақ болсын, төрт бұрышты болсын, әртүрлі жасауға болады. Мен бұл жерде өзіме ыңғайлы кәдімгі үйде кір жууға болатындай етіп кәдімгі сабынның формасын жасадым. Және байқаған болсаңыздар, өте үлкен көлемде. Маған үлкен сабындар ұнайды себебі. Ал достар, мен екінші сабынды жасауға кірістім. Дәл жаңағындай сабынға су құю арқылы форма жасап шығарамыз. Бұл жолы мен кішкене формасын өзгертіңкіреп, біріншісіне қарағанда 4-5-ті етіп жасауды шештім. Бірдей болып кетпесін деп видеоға сіздерге көрсету үшін. Қараңыздар, менде 4 сабын шықты. Өзім алдыңғы видеода осы жасыл сабындардан 4 сабын кескен болатымын. Дәл солай, даже одан да үлкен етіп, формаларын өзгертіп, өз фантазиямен 4 сабын шығардым. Бұл жерде қатқан жоқ сабындар әлі. Дәл жаңағындай жасап болғаннан кейін дереу суға саламыз. Бұл суық суға салып, осылай видеода көрсетілгендей етіп жуып шығамыз сабындарды. Себебі егер жаңағындай жасап, біріктіріп, кептіріп қойып қоятын болсақ, онда сабындар кейін сіз мысалы суға салып, бір нәрсені жуатын болсаңыздар, барлығы шашырап, бірікпей қалуы мүмкін, формасын жоғалтып. Осылай мені формасын жақсылап ұстап тұру үшін суық суға салып, осылай жуып шығу керек сабындарды. Достар, алдын айтып кеткендей, мен алдыңғы видеода жасыл түстегі сабындарды кескен болатынмын. Біреуі ақшыл жасыл түсте, біреуі қанық жасыл түсте сабын болатын. Сол себептен мені байқасаңыздар, мен видеода көрсетіп жатқанда сабында 2 түс қосылғаны байқалып тұр. Өте әдемі болып шығып жатыр. Сол сияқты әртүрлі түстегі сабындардан жасаса, сабын әдемі шығады. Және де айта кететін жайт, бұлай сабын жасау үшін мен сияқты сабын кесу міндетті емес. Үйде қыз-келіншектер өздеріңіз білесіздер, кір жуғаннан кейін кішкентай қалдықтар қалып қояды сабынның. Соны тастамай жинап қойып барлық сабындарды осылай мені бір сабын жасап шығаруға болады. Бір емес, бірнеше тіпті. Көбісі ойлайды екен, мен сабындарды кесіп, барлығын тастап жібереді деп. Жоқ, мен ешқандай сабын қалдықтарын тастамаймын, барлығынан осылай біріктіріп, сабын жасап шығарамын өзім үйде қолданатындай. Мінекей достар, бұл сабындардың дайын болған түрі. Мен 2 күнде кептірдім, әлі де толық кепкенше 1-2 күн кептіретін боламын. Және де достар, комментарийға қалдырып кетсеңіздер, сіздерге қандай видео салған ұнайды. Осылай сабын жасаған ба, әлде кескен ба, әлде сабындарды распаковка жасаған ба, мүмкін басқа ASMR түрлері ұнайтын шығар. Өз ойларыңызды қалдырсаңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлмайдан. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет.